сондай удобный адамға айналса, бұл қызға ұнамайды да. Қыздар қазіргі әсіресе мынау әлеуметтік желіде көретін қыздардың посттарын немесе стористарын көріп қаласың, оқисың ғой. Полный удобный жігітті қалайды да. Өзіміз қалағандай жігітті қалайды да қазір. Осындай болса, мынандай болса деп. Бірақ енді ол жігіт, жарайды, сондай жігіт табылып, сондай удобный адамға айналса, бұл қызға ұнамайды да негізі. Ұнамай қалады да. Не бәле мынау? Мен сияқты. Екі әйел, подружкам ба, не бәле деген сияқты ше. Біз қыздар өз не қалайтынымызды түсініп алу керек та кейде ше. Біз полный өзіміз қалаған сияқты жасап аламыз да, аны болсын, осындай бол, осындай бол, осындай бол деп. Бірақ ондай жігіт сондай болып қалса, сен еркек емессің ба? Сен не қатын сияқтысың? Сен неғаған бірдеңкесің? Ол еркек сол бір арсын күрсін мінезімен, бір кедір бұдыр бірдеңкесімен, айтса бітті қайтпай қоятындығымен, сол бір нәрселер черталарымен еркек та ол негізі. Құдай оны сөйтіп жаратқандығымен. Біз оны қыз жасап аламыз да, кәдімгі қысылғаннан қыз болдық дегенде, удобный боламын деп қыз болып аламыз. Сосын қатынмен қол ұстасып жүресің дағы, екеуің бірдей болып жүресің. Қалай сосын әйелге сосын точно ұнамайды ол нәрсе. Не бәле, мен айтқанымнан шықпайтын болып қалдың, ертең балаңа қайтып еркектік туралы тәрбие бермекшісің сен деп ұнамай бастайды. Сондықтан ол определять етіп алу керек та, ол еркек осындай бір жаратылыс, осындай бір ерекшелігі бар. Маған ұнамайды ондай ерекшелігі, бірақ осымен де ол еркек. Осымен де бір болмысымен бізден айырмашылығы бар.